Астанада жастарға арналған төртеудің құпиясы атты жаңа фантастикалық телехикаяның түсірілімі басталды. 8 бөлімнен тұратын туынды өз қабілетін танып, болашағын қалыптастыруға ұмтылған оқушылардың өмірін баяндайды. Жоба арқылы көрерменге талант, еңбек пен табандылықтың маңызы көрсетілмек. Сюжетті бірге көрейік. Будет фантастика. Все будет хорошо, деп. Төрт жасөспірім төрт түрлі қабілетпен тосын өзгеріс. Астанада тың туындының түсірілімі басталды. Телехикая 8 бөлімнен тұрады. Атауы төртеудің құпиясы. Мы находимся на съемочной площадке сериала «Төртеудің құпиясы». Біз қазір «Төртеудің құпиясы» телехикаясының түсірілімін алаңдамыз. Бүгін түсірілімнің алғашқы күні. Бұл телехикаядан күтеріміз көп. Телехикая сәтті шығады дегенге сеніміміз мол. Рейтингі де жоғары болады деп ойлаймын. Себебі актерлік құрам талантты. Командамыз өте мықты. История про 4 друзей, одноклассников. Телехикая бір мектепте оқитын 4 дос, 4 сыныптас туралы. Олардың өмірінде ертегіге ұқсас тосын жағдай болады. Олар өздеріне ерекше күш сыйлайтын жұмбақ тасқа кезігеді. Біз осы сиқырлы тастың әсерінен олардың өмірінде болатын түрлі оқиғаларды көрсетеміз. Шығармашылық топ сериалдың тек мазмұнына емес, визуалдық сапасына да ерекше мән берген. Себебі әр көріністің сәтті шығуы осы команданың үйлесімді жұмысына тікелей байланысты. Я лично давно не видел на нашем рынке, чтобы... Өз басым біздің нарықта фантастика жанрындағы жобалардың түсірілгенін көптен бері көрмеппін. Бұл жанрға әдетте өте сақ қарайды. Себебі фантастиканы түсіру өндіріс жағынан күрделі процесс. Меніңше жобаның жанрының өзі-ақ оны өзгелерден ерекшелендіріп тұр. Өйткені мұндай туындылар нарықтағы басқа картиналардың арасында бірден көзге түседі. Бір сөзбен айтқанда жауапкершілік жоғары. Осы ретте актерлер өз кейіпкерлерінің мінезі мен эмоциясын дәл жеткізуге қаншалықты дайын. Оны біз байқап көрдік. Бұдан да туып қалдым. Мұнда тағдырыңды физика емес, тактика мен саусақтың жылдамдығы шешеді. Ой, саусағымның жылдам болғанда не пайда? Сценарий жазылған, актерлер сақада. Бүгін Астанада жаңа телехикаяның түсірілімі басталды. Жуырда 7-ші арна көрермендеріне жол тартады. Бәріңізге сәлем достар. Менің есімім Нұрдаулет. «Төртеудің құпиясы» сериалында мен Димаштың рөлін сомдаймын. Тамашалаңыздар. Бәріне сәлем, менің есімім Ақгүл. Сериалда Аяна деген қыз сомдаймын. Мен программистпін. Қызықтың бәрі алда, көріңіздер. Бәріне сәлем достар, менің есімім Даниял. Сериалда Санжардың рөлін ойнаймын. Былайынша айтқанда мен домбыра тартатын баламын. Мне кажется, өте күшті сериал болады. Көріңіздер. Сәлем достар, менің есімім Еңілік, және де мен бұл сериалда Айлин атты қызды сомдаймын, және де мен балеринамын. Сіздерге қызықты болады деген ойдамыз. Біз бастаймыз ендеше. Төртеудің құпиясы телехикаясының мақсаты креативті индустрияны дамыту, сондай-ақ әртүрлі салада балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту. Жоба жетекшісі осылай дейді. Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен түсіріліп жатыр. Осы күз айында сол 8 сериалдан тұратын біздің сериалымызды дүйім жұртқа, көрерменге, телекөрермендерге ұсынуға мүмкіндік алып отырмыз. Айта кетейік, әр бөлімі 25 минутқа созылатын телехикая өндірісіне 40-қа жуық маман тартылған. Себебі сериалдың мазмұны ғана емес, визуалдық сапасы да аса маңызды. Сол үшін режиссер, оператор, дыбыс мамандары, жарық қоюшылар мен техникалық топ барын салып жатыр. Ғани Мұқашұлы, Нұрлан Әлмұхамбетов, 7-ші арна.